Амансыңдар ма достар? Бүгін сендерге балаларды жалмауыз кемпірден құтқарған Өскенбай туралы ертек оқып берейін. Тыңдаңдар. Баяғыда бір бақытты жанұяның ақылды баласы болыпты. Ол ертегі тыңдауды, ойын ойнауды жақсы көреді екен. Ауыл адамдарының барлығы оны ақылды Өскенбай деп атапты. Ол өте еңбекқор болыпты. Әке шешесіне шамасы келгенше жәрдемдесіп жүреді екен. Бірде ол көрші қолаңның балалары орманға шөпшек теруге барайын деп жатқанын көреді. Өскенбай анасына келіп, шөпшек теруге балалармен мен де барайыншы деп өтінеді. Анасы балаларды шақырып қолдарына ірімшік пен жаңа пысқан шелпек беріп, менің балам адасып кетіп жүрмесін деп тапсырады. Балалар орманға барып шөпшек тере бастайды. Бұтақтарды көтеру оңайға соқпаса да, Өскенбай жылдам жинап, арқасына асып алыпты. Өзінікін жинап болса да, Өскенбай балаларға көмектеседі. Балалар жинап болып, үйлеріне бет алады. Олар жинаған шөпшектерін арқалап жүріп келеді. Бір мезгілде шаршап, демалуға отыра кетеді. Әңгіме мен күннің қалай кешкіріп қалғанын аңғармайды. Қараңғыда балалар қай жаққа барарын, не істерлерін білмей дал болады. Орманнан аулақтап шығады да, жан-жағына құлақ түріп көз тастайды. Бір жақтан ұлыған қасқырдың дауысы естіледі, ал екінші бір тұстан жарқыраған от көрінеді. Өскенбай, біз енді қай жаққа жүргеніміз дұрыс болады? Қасқыр ұлыған жаққа, әлде от көрінген жаққа жүргеніміз дұрыс па деп сұрайды балалар. Өскенбай ойланып тұрады да, егер қасқыр ұлыған жаққа жүретін болсақ, қасқырлар бізді талап тастайды. Одан да от көрінген жаққа жүрейік дейді. Сөйтіп балалар от көрінген жаққа жүреді. Олар ұзақ жүріп, жолдағы бір үйге кездеседі. Балалар терезені қағады да, бізге түнеп шығуға рұқсат етіңіз дейді. Есік ашылады да, түрінен адам шошынатындай бір жалмауыз шығады. Ол балаларды көріп, бірден жұтып қойғысы келеді. Бірақ жалмауыз жаны ашығансып, үйге кіріңдер, бүгін түнеп шығыңдар, ертең жүретін жолдарыңды нұсқап жіберемін деп айтады. Жалмауыз балаларды үйіне кіргізіп тамақ береді. Сөйтіп оларды жатқызады да, ал өзі балалардың қашан ұйықтап кеткенін күтіп отырады. Біраз отырады да, кім ұйықтап жатыр, кім ұйықтаған жоқ деп сұрайды жалмауыз. Мен ұйықтаған жоқпын деп жауап береді Өскенбай. Сен неге ұйықтаған жоқсың деп сұрайды жалмауыз. Анам маған ұйықтар алдында жұмыртқа беретін, ал сен болсаң берген жоқсың дейді Өскенбай. Жалмауыз жұмыртқа келіп, оны пісіре бастайды. Піскен соң, мә саған жұмыртқа, жеді ұйықта дейді. Өскенбай жұмыртқаны жеп жатып қалады. Ал жалмауыз оның ұйықтағанын күтіп отырады. Отырып, кім ұйықтап жатыр, кім ұйықтаған жоқ деп сұрайды жалмауыз тағы да. Мен ұйықтаған жоқпын деп жауап берді Өскенбай. Неге ұйықтамайсың деп сұрайды жалмауыз. Анам маған ұйықтар алдында өзенге барып тор мен су әкеліп беретін, ал сен маған су әкеліп берген жоқсың. Жалмауыз торды алып өзенге су алуға кетеді. Өзеннің жағасына барып, тор мен суды шайпай бастайды. Суды алып барсам, ол бірден ұйықтап кетеді деп ойлайды ішінен. Ал Өскенбай балаларды оятады да, мына жалмауыз бізді жұтып қойғысы келіп жүр. Тұрыңдар, қашайық дейді. Балалар орындарынан жаппай ұшып түрегеледі де үйінен шығып кетеді. Ақырын ғана өзен жаққа бет алады. Жаңағы жалмауыздың су серпіп отырғанын көреді. Балалар оны жайлап, сырт айналып өтеді де өзеннің арғы бетіне жүзіп шығады. Жалмауыз торды суға салып қанша шайпаса да, оған су іліктіре алмайды. Әбден жалығады. Торды лақтырып жібереді де үйіне қайтпақ болады. Кенеттен ол өзеннің арғы жағында кетіп бара жатқан балаларды көреді. Балаларды артынан қуғысы келеді.
бірақ өзеннің арғы бетіне шығуды да малтауды да білмейді. Судан жүгіріп өтпекші болған жалмауыз суға батып кетеді. Сөйтіп балалардың барлығы аман есен үйлеріне оралған екен. Осымен ертегі аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.